Саламатсыз ба, Исмхан аға? Екінші дәрежелі барыс орденімен марапатталыпсыз. Құттықтаймыз. Қазақстан ұлттық арнасы мен біздің көрермендеріміздің құттықтауын қабыл алыңыз. Рахмет, жаным, айналайын. Енді бұл жаңыз менің өзім емес, күллі театр өнер қауымына берілген. 50 жылдан аса шығармашылық ғұмырыңызда талай марапатқа ие болдыңыз. Жалпы марапат дегеннің сіз үшін орны қандай? Енді еңбегіңізді ұзақ жылғы біреу бағалап, үкімет беріп жатса марапат, оған енді риза болу керек. Өйткені ол сіздің ғана марапатыңыз емес, ол сізбен бірге жұмыс істеп жүрген әріптестеріңіздің марапаты. Сондықтан менің бұл алған барыс орденінде осы біздің қызметтес бүткіл театр әлеміндегі творчестволық қауымға берген баға деп білемін. Еңбек жолыңызды 1964 жылы осы Әуезов атындағы театрда қоюшы режиссер болып бастадыңыз. Одан кейін 20 жылыңыз Абай атындағы Семей театрында өтті. Жалпы сол жылдар несімен есіңізде қалды? Бұл менің творчествомдағы ең айшықты мезет деп ойлаймын. Өйткені ол кезде біз жас болдық, ізденпаз болдық. Режиссурада біраз еңбектер жасап халық таныған режиссер болдық. Және ол кезде еңбегімізді бағалап, жаңағы өзіңіз айтқандай 24 жасымызда ол кезде Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері едік. 43 жасымызда ол кезде біз Қазақстанның халық әртісі едік. Міне сол кездердегі жұмыс бұл Семей театры мен Әуезов театрына менің бағым жанып келіп жұмыс істеуім, бұл үлкен бақыт, әркім маңдайына бере берген. Мүмкін ол кезде бақытты жандар жұмыс істеді. Жақында президент мырза бір жақсы сөз айтты. Бақыт деген не деп? Бақыт деген бақытты адамдардың ортасында өмір сүру деді. Сондықтан мен осы бақытты творчестволық қауымның, екі үлкен қауымның ортасында сол жылдарды өткізгенім өзім үшін бақыт деп есептеймін. Өнер адамының аға, өзіне өзі көңілі толмай жүруі бұл заңдылық. Өзіңіздің шығармашылық жолыңызға көз жібергенде әттеген айларыңыз көп пе, жоқ қуанатын сәттеріңіз көп пе? Меніңше енді қуанатын сәттер көп сияқты. Әттеген ай әрине болады, әрине болады. Әттеген ай деген ол кей кезде сол уақытпенен тайталасып жүрдік. Бір спектакльдеріміз, мысалы үшін Сәкен Жүнісовтың бір спектакльмен қойған кезінде Масқанадағы масқара деген. Соны барып ЦК-дан жауып тастап, Карпухин деген азамат. Соны бұл профессияны мен неге алдым? Егер мен ойымды айта алмасам, менің өз даусым болмаса, менің азаматтық позициям болмаса, мен қандай режиссермін? Кетемін деп арыз беріп, театрын кетіп қалған күні болған. Енді ол ондайлар азырақ болады. Бірақ біздің процестің өзі мынау қобалжу процесс, өмір бақи. Үйде жатып түндер ұйықтамайсыз. Ертең не болады, ертең кіріпсе не болады, қалай болады, спектаклім шыға ма, шықпай ма, халыққа жете ме, жетпей ме. Өмір бақи волнительный процесс, бұл творчестволық ізденіс сияқты, бірге жүріп отырады. Егер ол болмаса, просто қатып қалып келіп, кәне ойнаңдар спектакль дейтін болмайды. Сол спектакльмен, сол әртіспен бірге толғатасың, сол әртіспен бірге туасың, сол әртіспен бірге азаптанасың. Әртіс деген сол сіздің жауынгеріңіз ғой. Егер жақсы жауынгерің болса, әрине жеңіске жетесің. Қазіргі қазақ режиссурасындағы ең өзекті мәселе деп нені айтар едіңіз? Өзекті мәселе көп, бұл туралы жазып та жүрміз, айтып та жүрміз. Өйткені мынау ұлы буын Әзербайжан мәдиштердің, Мәмбетовтердің буыны кеткеннен кейін дүниеден, Жақыптардың, Омаровтың, Қадыр Жетпісбаевтың уақыттары кеткеннен кейін кішкене мынау кейінгі біз солардың жаңағы кісілерге жетеміз. Жас режиссерлардың, енді ортан қолы режиссер, орта режиссерлар, солар бір көсілмей жатыр деп ойлаймын. Бұл өзі қиын профессия құрғыр. Жастарды тәрбиелейміз. Режиссурада мен сабақ бермесем де, анау маман сияқты үлкен ұстаздар сабақ береді. Бірақ солардың бәрі бітіргеннен кейін осы театрдың қиындығына шыдамайды. Мүмкін жұмыс істей алмайсың, кетіп қалады. Табандап тұрып ізденетін жастарымыз аз. Бірақ Құдайға шүкір бар. Мысалы үшін жақсы анау Ақтауда режиссеріміз бар, Гүлсена дейтін. Мынау жақсы біздің Нұрлан дейтін режиссеріміз бар Астанада, Жұманиязов. Осындай жігіттер көп енді. Бәрінің атын айтсам, бірінің атын айтсам, бір өкпелейді. Бірақ жас режиссерлер қазір ізденіп жүрген, қазір театрдың бағыт бағдарын ұстап жүрген солар. Жас келсеске дейді, олардың әрқайсының өзінің бір тақырыбы, әрқайсының өзінің бір позициясы бар. Сол позициялы режиссерлар көбірек болса деймін. Сіз ұстазсыз. Шәкірттеріңіздің бойынан, табиғи дарыннан бөлек, тағы басқа қандай қасиет көргіңіз келеді? Ең бірінші адами қасиет.
жақсы адамнан ғана жақсы артшы шығады. Таза адамнан ғана таза артшы шығады. Бықсық ойлы адамнан артшы шықпайды. Ол анау сахнада бәрі көрініп тұрады. Көзінен де, сөзінен де, жүріс-тұрысынан да, труппадағы орнынан да. Құдайға шүкір, менің бағыма сол Құдайдан дұрыс тілеген болуым керек. Ылғи жақсы оқушылар тап болады. Қазір оқушыларым алды Қазақстанның халық әртістері. Мысалы үшін Мейрамов деген халық әртісі. Осы театрда Ахметова дейтін халық әртісі. Осы театрда Ғазиза Әбдінәбиева деген заслуженный әртіс. Осы театрда Бақытжан Ғалиева дейтін заслуженный әртіс. Осы театрдағы Айтжанов деген аттап кеттім ортасында. Руслан деген оқушыларым бар. Міне осылардың әртіс болғанын көру, солармен бірге жұмыс істеу, соларға бас көз болу, әлде соларға советчик деймін, ақылшы болу, ол ұстаздық арманның жеткен деп ойлаймын. Солардың әрқайсысы ағалап, аталап, әкелеп тұрады, папасындаймын, айтпайтын сырын айтады, солар үйренсе қасында жүремін. Бас құда болып барып отырамын, шәнейіп. Олар бір рөл ойнаса келіп, сол дайындығынан бастап, сол шыққанға дейін әлгілермен бірге жұмыс істеймін. Осының бәрі педагогтың оқушысына деген, оқушының педагогқа деген қатынасы болу керек. Есімхан аға, әңгімеңізге үлкен рахмет. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті көрермен, Таңшолпанда қонақта болған Қазақстан Республикасының халық әртісі, 2-ші дәрежелі Барыс орденінің иегері режиссер Есімхан Обаев. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.